Сәлем достар, бүгін біз дәстүрлі бизнес және желілік бизнестің айырмашылықтары туралы әңгімелесетін боламыз. Мен бірнеше дәстүрлі бизнесті ашып, қазір олардың барлығынан бас тарттым. Және желілік бизнесті дамытудамын. Сондықтан өзімнің басымнан өткен тәжірибемен сіздермен бөлісе аламын. Біріншіден, дәстүрлі бизнес сіздің толық уақытыңызды алады. 24 сағат бойы сіз сол жерде өзіңіз немесе жақын отбасыларыңызбен отбасылық бизнес ретінде дамытуыңыз қажет. Желілік бизнесте сіздің толық 24 сағат бойы ол жерде болуыңыз шартты емес. Себебі дәстүрлі бизнес сізден басқа, сіздің жақын енді отбасыңыздан басқа бір қызметкерлер алсаңыз, сатушы, аспазшы алсаңыз, оларға сіз секілді керегі жоқ. Олар жан дүниесімен оған жаны ашымайды. Олар қажетті өзінің жалақысын алады да, мысалы, кете береді деген сияқты. Ал желілік бизнесте бұл командалық жұмыс, бір-бірінің команданың нәтижесіне, жұмысына қарай бір-бірінің табысы да бір-біріне тәуелді. Сондықтан бұл жерде расымен бір-біріне жаны ашитын адамдардың командасы құрылады. Сондықтан сіз уайымдамай, әрбір адамның жауапкершілігіне сене аласыз толығымен. Себебі ол өзіне де шынымен қажет. Екіншіден, дәстүрлі бизнес соншалықты бір, немесе сіз ол жерде акулы болуыңыз керексіз, немесе ол жерде көп табыс таппасаңыз да, ол сіздің сүйікті ісіңіз болу керек. Егер де ол сүйікті ісіңіз болмаса, ол жерде ұзаққа шыдай алмайсыз. Сүйікті ісіңіз болғанның өзінде де, мысалы, ақша табыс аз түссе де, әйтеуір бір жан дүнием рахат алады осы істен деп айналыссаңыздар, бизнестің аты бизнес, ол жерде шынымен де көрсеткіш, ол сіздің таза табысыңыз. Сондықтан қаншама жыл ол бизнеске қайтадан инвестицияңыз, тауар алу, қайтадан арендасы бар, шығындар енді, жалақы бар деген сияқты шығындары көп болады. Сондықтан таза табысты, енді мен өз басым ол жерде үлкен табысты тіпті көрген жоқпын. Ал көретін адамдардың бизнестің өзінде бұл бір шексіз бір үлкен мүмкіндіктерге апармайды. Ол бәрібір шектеулі. Сіздің қаншалықты оған еңбектенесіз, соншалықты ғана табысқа жете аласыз. Яғни сіз кішкене автоматтандырам деп бір жаққа демалуға кетсеңіз, бір кішкене өзіңізге уақыт бөлсеңіз, ол бизнес құлдырай бастайды. Сондықтан желілік бизнесте бұл шексіз мүмкіндік. Расымен дұрыс, жақсы, болашағы бар, өзінің ұсынатын қызметі немесе тауары сіздің өмір картинаңызға келісетін болса, сіз оны қолдайтын болсаңыз, шынымен сенетін болсаңыз, шынымен өз компанияңызды таба алсаңыз, ол компанияның желілік маркетингін беретін мүмкіндігі расымен шексіз. Ол жерде миллиондап, долларлап табуға болады. Расымен барлық ақша желілік бизнесте деген рас екен. Тағы бір мысал, осы жерде енді өз ойым секілді қабылданбасын. Америкалық миллиардерлердің әрбір үшіншісі осындай желілік бизнестен байыған екен. Сондықтан бұл да бір ойланарлық ақпарат. Сондықтан дәстүрлі бизнеске инвестиция көп қажет. Оған кәдімгідей несие алып, бір орын алып, бір бутик алып, білмеймін, бір үлкен бір қомақты қаражатты талап етеді жалпы енді басым бөлігі дәстүрлі бизнестің. Ал желілік бизнесте негізі жалпы пирамида емес, жақсы ден дұрыс компанияларда негізі бірінші салатын сіздің ақшаңыз, тіркелуіңіз, яғни бір әрі кеткенде 100.000 теңгенің айналасында болады. Ол сондай бір үлкен мүмкіндіктерді беретін бизнес үшін өте қарапайым
инвестиция деп санаймын. Ол бір үлкен бір миллиондаған несиеге кірудің қажеті жоқ. Сондықтан және дәстүрлі бизнесте сіз сол саланың шебері болуыңыз керексіз. Яғни конкуренттер көп, бір күнде сізді қайтадан қайталап ала алады кез келген адам. Сондықтан сол саланы бір сүйікті өзіңіздің ісіңіздің хас шебері болып, сол жерде бір барлық конкурентіңізден асып отыруыңыз керексіз. Ал яғни бір біліміңіз болу керек, кәдімгі бір деңгейде сол салада жақсы біліміңіз болу қажет. Желілік бизнесте де енді әрине білім қажет, жан-жақты білім қажет, бірақ бұл жерде сол білімге сізді үйретеді. Сіздің жоғарыңыздағы мысалы лидерлеріңізде сіздің жақсы дамып, оқып, біліп, жақсы табысқа кенелгеніңізге ол да енді жауапты, оған да ол қажет, оның да табысына ол қажет. Сондықтан бұл жерде өте үлкен жақсы білім алуға болады. Егер бұған дейін сіздің ешқандай бұл салада біліміңіз болмаса да, тез үйреніп дами аласыз. Бұл өте үлкен плюс, себебі қазір енді оқып біліп үйрену үлкен қомақты ақшаны талап етеді, бөлек тренингтер, ал желілік бизнесте бұл білімнің барлығын сіз тегін аласыз қосымша ретінде. Сондықтан бұл енді тағы да бір үлкен плюсы. Сондықтан жасыңызға қарамастан, деңгейіңізге қарамастан, уақытыңызға қарамастан, қай жерде тұрғаныңызға қарамастан, желілік бизнесті бастап, жүргізіп, дамытып, үлкен табыстарға, нәтижеге шығара аласыз. Сондықтан сіздерге сәттілік тілеймін. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар, лайк басып, менің каналыма жазылыңыздар. Тағы да көптеген қызықты, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын. Сау болыңыздар.